Қайырлы күн, құрметті көзқарақты көрермен, арнамыздың қымбатты оқырмандары. Батырлар туып, сұңқарлар қонған Түлкібастың төрінде Түлкібас медиа студиясы өз жұмысының бастауын алды. Арнамыздың бұл жобамыздың басты мақсаты ауданымызға белгілі азаматтар мен азаматшаларды халық алдына шығару болса, осы жобамыздың алғашқы қонағы Тастұмсық ауылдық кітапханасының кітапханашысы, кәсіби аудармашы Топанбай Мейірхан Мейрамбекұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді халқымызда білесіз, жалпы ер азаматтарды төріне шығарған кезде есіммен атамай мәке сәке деп құрмет көрсетіп жатады. Енді бүгінгі бұл біздің жобамыздың форматы еркін форматта болғаннан кейін сізді мәке деп бүгінгі сұхбатымызды жүргізсек болады. Қалай, жақсы келдіңіздер ма? Енді біздің арнамыздың оқырмандарына ең алғашқы қонақ болғаннан кейін өзіңіз жайлы таныстырып, өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен Топанбай Мейірхан Мейрамбекұлы 1994 жылғы осы жайлы Шымқалада өмірге келгенмін. Түлкібаста әке-шешем тұрады. Жалпы өмірімнің 2017 жыл мен 2011 мен 2017 жылдар аралығында Қарағанды облысында тұрдым. Қарағанды облысы Жезқазған қаласы мен және Қарағанды қаласында. Бұл жерде жалпы мен туғаннан сал ауруына шалдыққам. Бірінші топта мүгедектігім бар. Жалпы 2023 жылы Жаншуақ халықаралық мүгедектерге арналған қоғамдық сыйлықтың иегері атандым. Оны өздеріңізге белгілі біздің оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың қолынан алдым марапатты. Жалпы алған кезде тамырым Түлкібаста басталып, осы Сарыарқаның даласында барып түйінделді. Жақсы үлгерім де болды, аурумен алысқан үлгерім де болды. Қиындықтарды бір адамдай көрдім деп айта аламын. Мәке, енді жалпылама айтқан кезде, қазір біз сізбен танысып жатқанымызбен, сізді бүкіл еліміз республика біледі десек те болады. Яғни көбінесе сізді айтқан кезде барлығы 10 тілді білетін және қателеспесек 68 мың кітапты оқыған азамат ретінде таниды. Енді жалпы біз мектеп қабырғасында оқыған кезде өзіміздің ұлттық тіліміз қазақ тілі, онымен қоса ағылшын, орыс тілдерін қатар алып, шамамыз келгенше үйреніп шығамыз. Ал сізді жаңағы сөзіміздің басында айтып өткендей, нақты дәлел 10 тілді қалай және қайдан үйрендіңіз? Енді адам, менде уақыт көп болды. Уақыты көп адам міндетті түрде өзін іздейді. Және де тіл үйренуге басты себепкер болған менің тағдырым. Тағдырым болмаса, мен тілді де үйренбес едім. Жалпы адам баласы басына қиындық түскен кезде өзіне өзгеше қарай бастайды, өзін танытқысы келеді, өзі сияқты адамдарды іздегісі келеді. Мен өзім 7 жылдан астам уақыт зағип болып қалдым да, 2012 жылы мен 2017 жылдар аралығында мен көзім көрген жоқ. Мынау жүйке ауруына байланысты бір кенеттен көзім мүлдем көрмей қалды. Сол аралықта менде әжем болды, нағашы әжем. Сол Брайль әліппесін үйренуге түрткі болды. Және де Брайль әліппесіндегі кітаптардың көбісі мынау француз, Еуропа тілдерінде, испан тілдерінде, орыс тілінде және де қазақ тілінде Брайль әліппесі өте шығармалар, Брайль әліппесінде жазылған шығармалар өте аз болды. Білесіздер, Ақан Қасымовтың алғаш осы Брайль әліппесін, қазақ тіліндегі Брайль әліппесін негізін қалаған. Сол кісінің әліппесіне зер салып қарап отырған кезде мен көп ойландым. Жалпы адамның тілге деген махаббаты қалай бастап алады? Адам тілді не үшін үйренеді? Тілді қажеттілік туындаған кезде үйренеді. Менде қажеттілік туындады. Сол кезде мен француз тілін, анам өзі неміс және француз тілінің маманы болғаннан кейін сол тіл маған үйрену қиынға соқпады. Ал бала кезімнен грек тілі, түрік тілі, жалпы менің құлағымда анамның сүтімен келді деп айтсам артық болмас. Былай айтқан кезде ол менің құлағымда, бала күнімнен құлағымның түбінде тұрды. Ол тілдің түрік тілі, грек тілі, түрік тілін, қазақ тілін мен өзім бөлмеймін. Маған ана тілім сияқты. Үш тілді мен өзім ана тілдердің сияқты қатар көремін. Үшеуін бірдей жақсы көремін. Жаныммен ойлансам да, толғансам да, үш тілде бірдей ойлануға тырысамын. Жалпы алған кезде Жүніс Емренің әдемі сөзі бар. Адам баласы тағдырында тамшы үміттерді арқау етеді. Сол
тәтті үміттердің арқасында, тамшы үміттердің арқасында өмір сүреді. Сол мен үшін бұл тіл үйрену хобби болған жоқ, бұл маған қажеттілік болды. Қажеттіліктің арқасында біртіндеп тілге деген махаббатым артты да, жалпы адамды табыстыратын да, таныстыратын да, жақындататын да ол тіл. Тіл адамдардың достық көпірі деп айтамыз ғой. Достық көпірі ғана емес, ол адамның сана сезімін бекітетін, адамды адам ететін басты құндылықтың бірі. Тіл қатынас құралы дейсіз ғой. Қатынас құралы, және де ол мәдениеттердің бастауы. Адам мәдениетті үйренгісі келсе, мәдениеттермен тең адамға, өзі сияқты адамдармен тең қарым-қатынас жасау үшін де тіл керек. Әрине. Тілге басымдық беру бұл адамның танымын кеңейтеді, тұлғасын ашады. Мынау қырғыздың атақты ғұламасы Ишан Арабаев айтқан екен, ұлттың тілі мен ділі ол тамыры, ал бірақ өзге тілдерді үйрену оның өмір сүру дағдысына айналу керек. Сонда ғана адам болады деп. Менің дағдыма айналды. Сол арқылы мен тілге деген, былай айтқанда, тілді мен өзімнің қажетіме пайдалана алдым. Жалпы бұл тіл үйренуге деген қызығушылық бұл тек қана қажеттілік емес, бұл тегіңізден бар нәрсе болып тұр. Анаңыздың сүтімен. Нағашыларым жағынан бар, нағашыларым жағынан. Жалпы алған кезде қазақта әдемі сөз бар ғой. Жігіттің жақсысы нағашыларым енді қалам ұстаған, тілге жүйрік, ойы ұшқыр азаматтар, солардың да ықпалы болса керек. Мен бала кезімде армандайтынмын тілші болсам деп. Мен тілші дегенде көп тіл білетін адам деп ойлайтынмын да. Тілші деген журналист екендігін кейін барып мектеп қабырғасынан кейін келгенде білдім да. Ал мен көп тіл білетін адам, менің нағашы әжемнің көбінесе сол кісінің қамқорлығында, сол кісінің баптауымен ержеттім. Анам болды. Жалпы деген сөзді қайталай бердім ғой, негізі дұрыс болмады. Бірақ айта кету керек, тағдырымда қиын кезде менің қасымда анам мен әжем ғана қалды. Әкем болды. Осы біз жалпы қоғамда ерекше қажеттілігі бар адамдардың жанында санаулы адамдар ғана қалады. Ата-анасы, отбасы, туған туысы, мынау ерекше жаратылған адамдардың көбінде мәселе қоғамға бейімделу, қоғамға шығару. Кейбіреулер балаларын шынын айту керек, мойындау да керек. Ерекше балаларын қоғамға көрсеткісі келмейді. Жасырғысы келеді. Жалпы біз енді мына мұсылман халықтары, түркі халықтары, жалпы ер адамдар ер баладан ерекше үміт күтеді ғой, ұрпақ жалғастырады деп. Кезінде бір оқиға есіме түсіп отыр осы кезде. Бір таныс енді ағайындарымыз айтқан екен, әулеттерінде сал ауруы бар адамдарға қыз беруге болмайды деп. Сол кезде естіген кезде мен ойланып қалдым. Сонда қоғамда біз адамдардың санасында біз қалай жаратылып тұрмыз? Біз кімбіз олар үшін деген ой мені мазалады. Олар үшін біз жай ғана адамбыз ба? Жоқ. Олар үшін біз бір тағдырдың сынағына тап болған, азапты арқалап жүрген бір кәдуілгі пенде емес, бейшара сияқты олар қабылдағанына мен қайран қалдым. Әрі бұл тұста өзімді алып шығуға талпындым. Менің ата-анам сондай әңгіме естімесе екен, менің нағашыларым сондай нәрсе естімесе екен дегенді мен жиі ойыма ұстадым. Өмірімде жақсы адамдар өте көп болды. Бала кезімде де, мынау жүрегімде сызат түсіп тұрса, сол сызатты жазатын жақсы адамдар да кездесіп жатты. Білемін, сондай жақсы адамдар кездесіп жатты. Адымдаған сайын, қиындықтар кезіккен сайын, сол қиындықтардың шығу жолында маған бір серпін беретін, қолдайтын, рухани демейтін адамдар легі-легімен өміріме келіп жатты. Оларды мен қабылдап жаттым. Біздің бұл тұстағы адамдарды сондай түсініктегі мүгедектігі бар адамдар, қолдан түк келмейтін адамдар деген ойды мен хал қадірімше жоқ қылдым деп ойлаймын.
қазіргі таңда осы еліміздегі ерекше қажеттілігі бар 8 кітапханашы бармыз. Жалпы кітапханада жұмыс жасайтын, арнайы кітапханадан бөлек. Сол 8 кітапханашының бірі осы мен Түлкібас аудандық орталықтағы кітапханалар жүйесіне қарасты Тастымсық ауылдық кітапханасында жұмыс жасап отырмын. Бұл мен үшін үлкен жалпы жетістік деп ойлаймын. Аллаға шүкір, 4 бірдей жоғарғы білім алдым. Бұл да екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт. Қолынан келе бермейтін бақыт. Бірақ мен ешқашан білімімді, алған жетістігімді ол мақтаныш үшін пайдаланған емеспін. Ол білім мен үшін. Білім диплом маған ғана қажет. Ол дипломның өлшемін де мен біреуге дәлелдеу үшін оқыған жоқпын. Өзім үшін оқыдым. Жалпы алған кезде біздің қоғамға не керек? Біздің қоғамға бір нәрсені біреуге дәлелдеу үшін емес, өзің жетілу үшін, өзің дамуың үшін білім алу керек. Бұл заман білімділердің заманы екені ақиқат. Бірақ қазір дәлелдеу үшін де жасалынатын дүниелер өте көп, жасанды дүниелер. Жасанды дүниелердің ғұмыры өте қысқа болады. Жасанды дүниелер әдемі болып, бетімізді бояп алып, әдемі болып, жақсы сөйлеп, жақсы пікір айтып, адамдар жасандылықтан шаршаған. Әсіресе жасанды дүниені қазір бесіктегі баладан еңкейген қартқа дейін біледі, таниды, бір-бірімізді алдаудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Әрине Мәкен. Енді біздің сізге арнайы дайындаған сұрақтарымыз өте көп, бірақ дәл қазіргі сіздің берген мәліметтеріңізде бірнеше сұрағымыздың жауабы қамтылды десек те болады. Енді жақсы адаммен тілдессең, жақсы кітап оқығанда әсер қалдырады деген керемет сөз бар ғой. Енді біз білеміз, сіз тек қана тіл біліп қана қоймай, рухани баю жолында да өте көп еңбек етіп жатырсыз. Жаңа біз ең бірінші сізді таныстырған кезде кәсіби аудармашы деп те таныстырдық. Енді осы орайда бізге келген нақты деректер бойынша ақиқаттан аттамайық бауырым атты аудармаңыз жарыққа шықты. Жалпы осы аудармаға қалай келдіңіз? Және осы тұста тағы бір айтып өтейік, кітап оқуға деген сіздің көзқарасыңыз қандай жалпы? Кітап оқу дегенді қалай түсінесіз? Бірінші кезекте ақиқаттан аттамайық бауырым деген ол жалпы қай Әзірбайжанның белгілі ақыны, келесі жылы 100 жасқа толатын Медине Гүлбен деген сен келмейтін болдың деген өлеңнің авторы. Ол кісі өте тамаша Әзірбайжанның классик ақындарының бірі. Сол кісіні аударып бастадым. Аудармадағы ең бір мені өзіне тартқан 3 тұлға болса, біреуі Шыңғыс Айтматов, екіншісі осы Медине Гүлбен, үшіншісі Кадрия Темірболатова. Кадрия Темірболатованың да өлеңдерін аударып көрдім. Жалпы аудармаға, кәсіби аудармаға келудегі мақсатым түркі халықтарын бір-бірімен жақындастыру. Бұған үлкен себепкер болған тұлға деп артық айтпаймын. Мырзакелді Кемин деген атамыз болған. Сол кісі өзінің ақ батасын беріп, ақыл қалданның авторы. Осындай жасасаң қайтеді, осыны жасап көр, осылай істесең қалай болады деп. Мынау аударма деген нәрсені мен адамдарға деген алғысымды, жақсы көрген дүниелерімді өзім жаза алмауым мүмкін, бірақ мен аудармамен жақсы шығара аламын. Аудармада кейіпкерлері арқылы өзімнің жан дүниемдегі айта алмаған, мысалға Мейірхан айтса ол сөздер өтпеуі мүмкін. Мейірхан айтса ол бір қазіргі қоғам жылаңқы адамдардан шаршаған қоғам ғой. Жыланып отыратын адамды ешкім жақсы көрмейді. Ойбай, тағдырым, ойбай, өмірім деп егіліп отырсаң, ол сені қоғам қажет етпейді. Сол себептен аударма менің үшін бір сәтті бір іштегі эмоцияларымды шығаруға, өзімді сол әлемдегі адам, менің алдымда айтып кеткен адамдардың ойын жаңғыртып қазіргі қоғамға алып келу арқылы мен өзімнің үнімді, ойымды, жалпы жүрек тынысын бергенді дұрыс көрдім да, сонымен аударма жасай бастадым. Шыңғыс Айтматовты аудардым, оны да былай байқап көрдім. Мынау испанның негізімен нақыл сөздерді аударғанды жақсы көремін. Нақыл сөздерде адамдардың ғасырлар бойы жинаған дүниесі қамтылады ғой. Сол қамтылған дүниелерін мен қазақ тілінде сөйлетуге тырысып жүрмін қазіргі таңда.
бірнеше халықтардың грек, түрік, испан, парсы, парсы әдебиетінде де біраз аудармалар жасадым. Оның әлі қазір екінші кітабымды дайындап жатырмыз, жанымның жақұты деген атаумен. Ол кітап шыққан кезде міндетті түрде сізге бөлісемін. Мынау кітапхана туралы айтқан кезде есіме, мен Қарағандыда тұрған кезде енді арбада отырдым, оны жасырған емеспін ешкімнен. Сол арбада отырған кезде қазір Қарағанды облысында жастар округінің басшысы Арафат Мажитов, сол жігіт бізге көрші болды Жезқазғанда. Қазір ол Қарағандыда тұрады. Сол тұрған кезде көрші тұрдық. Кітапханаға алып баратын, күнделікті азанда өзімен бірге шыққан кезде кітапханаға алып баратын. Сөйтіп кітапханаға алып барып, коридорға кіргізді, кететін. Мен кітабымды оқып, кітапхананы аралап, өзім кітапханада қажетімді алып, кітаптарды ақтарып жүрем, бір 4-5 сағаттай жүрем. Кейін ол өзінің жұмыстарын бітіргеннен кейін келеді. Сөйтіп мен үйге дейін алып келіп, мысалы қолымда кітаптар болады, жазып аламыз кітапханадан. Кітаптар аламыз, сол кітаптардың барлығын үйге алып келіп, енді оның өте мәдениеттілігі сондай, үйге кіріп былай аяқ киіммен кіріп, болмаса біздің жатында үйге кірмейтін, тек кіреберістегі аяқ киім шешетін тартпаның жанында кітаптарды қатар тізіп мені қойып кетеді. Сіздің тек қазір жұмысыңыз ғана емес, бұрындағы жастық шақтағы үйіңіздің өзі кітапхана есебінде болды дейсіз ғой? Иә, әжем де менің өте кітаптарды көп жинады. Өте көп кітаптарды жинады, ескі кітаптарды да, жаңа кітаптарды да. Брайль кітаптарды әлі күнге дейін білесіздер, брайль кітаптар қымбат. Сол брайль кітаптарды нағашы әжем маған сатып алып беріп, білімнен тыс қалмасыншы, оқысыншы деген ниетпен ол кісі өзінің зейнетақысының барлығын маған жұмсайды. Ерекше махаббатпен қарады. Енді бізде айтады ғой, енді 1 жылдығын ойлаған адам бидай егеді. Иә. 10 жылдығын ойлаған адам ағаш егеді. Ал мәңгілігін ойлаған адам ұл мен қызына жақсы тәлім мен тәрбие, білім береді дейді. Енді сіз қазір осы студиямызға келіп, өзіңіздің еңбек жолдарыңызбен бөлісіп жатқаныңыздың барлығы бұл сіздің алған біліміңіздің арқасы. Ол білім нақтырақ айтқанда бұл кітаптың арқасы дейміз. Енді өз жағдайыңызға қарап, кітаптың барлығын оқып, тілді үйреніп жатырсыз. Жалпы кітап оқу дегенді сіз қалай түсінесіз өзіңіз? Кітап оқу деген ол адамзат игілігіне берілген ең басты дүние, ол кітап. Адам өзінің игілігіне берілген нәрседен құралақан қалмау керек, құралмау керек, іздену керек. Қандай жағдай болса да, қандай әлем өркендесе де, дамыса да, технология шарықтап шырқау жеңіне жетсе де, бірінші кезекте ол кітапқа бәрібір де келеді, айналып келеді. Әлемдегі ең көп оқитын халық ол қытайлар. Қытайда кітапхана ең көп. Қытайлардың өзі де қандай дамыған болып отырса да, әлі күнге дейін Қытайда кітапхана өзінің құндылығын жойған жоқ. Жапонияда сондай. Жапондар да әлі күнге дейін еңкейген қартына дейін, кішкентай баласынан еңкейген қартына дейін кітап оқиды. Жапондар. Кітап оқу адамның миын тынықтырады, және де ойын кемелдендіреді. Мынау есте сақтау қабілетіңіз нашарлаған кезде міндетті түрде кітап оқысаңыз, ол сізге пайда береді. Сол Арафат туралы айтылғаннан кейін ары жалғайыншы, сол айтқан еді. Сізде кітаптан бәрін оқу арқылы не үйренесіз деген сұрақ қойды да сол маған. Ол 8 ба 9 сынып оқитын бозбала шағында. Сосын айтып жатырмын, мен кітап оқығанды жақсы көремін, жай ғана жақсы көремін десем, жақсы көрген жақсы ғой, жақсы көрген адам ғана биікке жетеді деп. Сондай сөз айтқан. Сол уақыт өтті. Енді қазір ол кісі мен анда-санда хат жазысып тұрамыз. Ол да үлкен жетістіктерге жетті, волонтер болды. Сол арбамды итеріп жүрген кездері әлі күнге есімде, жадымда. Бірақ бір сол кезде мен адамдарға рахмет айта алмайды екенмін. Маған бір қалыпты жағдай сияқты көрінеді екен да. Қазір ойлаймын, рахмет айта білу керек. Дер кезінде жасаған жақсылыққа болсын, жылы сізбен сәлемдескен адамға болсын, алғысыңызды айта білуіңіз керек. Алғыс айтудан кешігіп қалып та қалған сияқты, қалған адамдарым да бар ма деп ойлаймын кейде.
түлкібасқа келгеннен кейін менде көзім көріп қайтадан өмірге араласа бастағанда жаңаша не болды менде. Өмірімде басқаша сабақтар басталды, жаңа кезеңдер басталды. Өзім 2011 жылы мектепте оқып жүргенде мына Лермонтов деген Тасымыстағы Лермонтов мектебін бітірген мен. Сол Лермонтов мектебінде оқып жүрген кезде 11 сынып бізде марқұм болып кетті ағайымыз Бегім ағай, қазіргі академик Абдымұса Сапарбеков атындағы Халықтар достығы университетінің президенті Әбдімұса Мұратұлы мен кездесуге алып барды. Ол кісі бірінші мәрте мына республикамызда ерекше қажеттілігі бар балалармен кездесу ұйымдастырған. Сол кездесу жасады. Сол кездесуге бардым. Сол кездесуде Арыстан болды, Қызылордадан келгендер болды, Түркістаннан келгендер болды, жан-жақтан. Солардың арасында мен кішкентай осындай арық болып отырсам керек, атам сол Әбдімұса Мұратұлы Мейірхан сен кітапханашы боласың деп айтты. Өзінен өзі сөйтіп айтты. Сосын мен кітапханашы болуды ол кезде бәріміз де армандаймыз ғой. Мен бірақ кітапханашы болуды армандаған жоқпын да. Менің ең басты арманым журналистикаға бару болды. Журналист болу болды. Қалам ұстасам деген ой болды. Бірақ көбінесе мынау әлеуметтік жағдайыма, өзімнің денсаулық жағдайыма байланысты ол саланы емес, басқа саланы таңдадым. Кейін барып дефектологияны оқыдым. Бірінші шығыс тілдерін оқыдым, мамандығын. Одан кейін дефектологияны сол Әбдімұса Мұратұлы университетінде оқыдым. Бірақ 4 дипломды да мен грантқа оқыдым. Қазіргі таңда да оқып жатырмын. Қазіргі таңда да Әбдімұса атындағы Халықтар достығы университетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша магистратураның 1-ші курсын аяқтадым биылғы жылы. Қашықтан оқыту бағыты бойынша. Осы орайда мен алғысымды айтқым келеді. Сол университеттің ректоры Әбдімұса атындағы Халықтар достығы университетінің ректоры академик медицина ғылымдарының докторы профессор Рабиға Әбдімұсақызы Сапарбековаға үлкен алғысымды айтқым келеді. Сол кісі оқып жүрген кезде де, студент болып оқу бітіргеннен кейін де өзінің несінен назардан тыс қалдырған жоқ. Үнемі қадағалап үйретіп отырды. Ал кітап оқуға әжем баулып дедім ғой, одан кейін университетте біздің осы жерлесіміз Нұрәлі атамыз бар, білесіздер, мына Сымбат кафесінің егесі. Сол кісінің қызы бар, үлкен филология ғылымдарының кандидаты Ботабаева Жанна Нұрәлі қызы. Сол кісі мені осы кітапқа деген құлшынысымды көріп, аңғарып, барынша қолдау көрсетті. Күннің қай мезгілі болмасын хабарласып, жазып жатқан кезде ол кісінің түрде кітаптар береді. Сол кісінің де арқасы деп ойлаймын, кітапқа деген құлшынысымды одан бетер арттырды. Жалпы дефектологияны мен өзімнің ауруымды, өзім сияқты тағдырластарымның денсаулығындағы кінәраттары не себептен болады, соны білу үшін дефектологияны оқыдым. Одан кейін орыс тілі әдебиетін оқыдым. Одан кейін орыс тілі әдебиетінің магистратурасын, одан кейін қазір қазақ тілі мен әдебиетін оқып жатырмын. Қазақ тілі мен әдебиетін оқуымдағы басты мақсатым қазақ тіліндегі жауһарлар мен мынау шығыс халықтарының жауһарларының қандай ұқсастығы, қандай артықшылығы бар дегенде. Оралхан Бөкей сияқты жазушымен мынау Нихалатсыз деген түріктің жазушысы екеуінің несі ұқсайды. Не дейді? Біреуі тарихи жазса да, бірақ тілінің шеберлігі, стилі ұқсайды. Решат Нұр Өбентекин мен Дулат Исабековтың тілі ұқсайды. Решат Нұр Өбентекиннің ең алғаш оқыған кітабым менің осы Чалы құшы Бозторғай болған түрік тіліндегі кітап. Сол Чалы құшын түсінбесем де оқыдым. Былай қарап тұрсаң, ол кезде кішкентай баламын. Оны мен мағынасын да ең үлкен көлемді кітап ретінде соны айтамын. Соның ішіндегі кейіпкерлердің аттары маған бір Фериде, Камран сияқты адамдарда бір не пайда болады да, сол аралықта түрік тілінде ненің фильмі жүре бастады. Бозторғай. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында, теледидарда. Содан кейін де ол және де суреттегі қыз бен кітаптағы ескі кітап, ол кітап. Қараймын, ана фильмдегі адам басқа, кітаптағы адам басқа. Көз алдыңызға елестеп отыр. Әжеме айтамын, әже мынау адамдар
телевизордағы адамдар басқа, мыналар басқа дейді. Әжем айтты, олар ол фильмде, ол бұлар басқа адам болған, олар мынанша соғыстың жылдарына дейін бұлар нұридің дүниеден қайтып кеткен, осындай болған деп әжем түсіндірді. Содан кейін барып мен ойладым, кітаптан да фильм жасауға болады екен ғой деген ой пайда болды. Одан кейін атадан қалған тұяқ Шыңғыс Айтматовтың кітабын оқыдым. Сөйтіп мынау өзбектің де өлмес Омарбековтың сүйгенім сенгенім деген кітабын оқып бастадым. Сонымен ары қарай жалғасып кетті да кітап оқу. Өмірде адам үшін кітап қандай? Адам үшін кітап ол бұрынғы кеңес өкіметінің кезінде адамдар несімен мақтанған? Жинаған шкафтағы кітабымен мақтанған. Қазір біз немен мақтанамыз? Астымыздағы көлігімізбен, үстіміздегі киімімізбен, мал мүлікпен. Ал рухани тұрғыдан келген кезде ол дүниелердің барлығы бірінші дүние неден шығады? Дүние бірінші білімнен шығады. Білімді адамға дүние көп. Білімдінің байлығы жолында жатыр. Ал білімді біз кітаптан аламыз. Кітапқа мен қарыздармын. Кітапханаға қарыздармын. Жалпы алғанда кітап мен болуыма себепкер болды. Жақсы адамдар мен болуыма себепкер болды. Қалыптасуыма себепкер болды. Адам жайдан жай қалыптаспайды екен. Уақыт керек екен. Жақсы күндері де болады, қайғыға толы құсал күндері де болады. Бірақ өзін іздеп, өзін табады. Ол табу жолында көп қателік жасайсың. Мен не көп қателік жасаған адам? Неге десеңіз, айтып тұрмын ғой, мен бұрын бала кезінде адамдарға рахмет айта алмайтынмын. Рахмет айту, адамдар маған көмектессе, олар міндетті сияқты көретінмін. Олай емес екен өмірде. Бірінші кезекте жылы жымиып саған сәлемдескен адамның өзіне де рахмет айта білу керек екен. Ол адамгершілік екен. Мен соны түсіндім. Адамды бағалауға кешіккен сияқты кейде сезімде боламын. Адамды бағалағанда қалай бағалау керек? Адамды бір көрсең де, болмаса ертең қайтадан кездесетін адамың болса да, сол адамға бар жылы жүрегімен, махаббатымен қамқорлық көрсету керек. Өмірді жақсы адамдар ұстап тұр ғой. Әлемде жақсы адамдар ұстап тұр. Жылы сөйлеу керек адамға, оның өзі қарапайым ұлылықты біздің бұрынғы өткен жазушыларымыз айтып өткен. Енді жақсы жігіт белгісі түзде мырза, үйде құл дейді ғой. Енді сіз ауданның ішінде еңбек етіп, өз оқырмандарыңызбен жұмыс жасап жатқаныңызбен біздің көршілес облыспен де байланыс бар деп жатырсыз. Енді қазір білесіз, енді бізде осы біздің жазушыларымыздың шығармаларын талдауға қатысты көптеген жобалар жұмыс жасап жатыр. Бізде кітапхана деген сияқты. Енді бұл біздің еліміз көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін, біздің бұл Тастұмсықта біз білеміз, бұл көп ұлтты ауыл. Енді сізге сұрақ осы тұста, ауылда басқа ұлттардың кітапханаға деген көзқарасы қандай, жалпы сізге келуі, кітапты оқуға сұранысына деген сияқты? Аллаға шүкір деймін. Тастұмсықта, тарихы таста қалған Тастұмсықта оқырман ұлтқа қарамаймыз. Бірінші кезекте бауырлас түрік ұлтының өкілдері. Тарихы таста қалған Тастұмсықта Құдайға мың тәуба 20 бауырлас халық тұрамыз, бір өзеннің жағасын бойлап. Сол біздің кітапханамызда Бірлігі бекем бауырластар жобасы қызмет жасайды, жұмыс жасап жатыр. Міне 4-ші жылға аяқ басты. Ол жобаның мақсаты қазақ тіліндегі қазақ әдебиетін насихаттау. Ол насихаттағанда бізге Жәмила Бақтиярқызы, бірінші жылы бізге Жәмила Бақтиярқызы деген жазушы келді, Бәйшешек кітабының авторы. Сол біздегі екі мектептегі, Лермонтов мектебіндегі және Олег Кошевой атындағы жалпы білім беретін мектептің оқушыларымен кездесті. Бізде қазіргі таңда үздік оқырмандарымыздың арасында ағалар бар, кім бар? Бізде Тастұмсықта үздік оқырмандардың ішінде қателеспесем бір 25%
өзбек ұлтының өкілі, 20% түрік бауырластарымыз, қалғаны жалпы оқырманмен жұмыс жасаған кезде біз ұлтына қарамаймыз. Оның тілге игеруіне және де әдебиетті оқи алуына мән береміз. Біздегі оқырмандардың барлығы әдебиетті жақсы көреді, оқиды, ізденеді. Кітапхана, кейбір адамдар айтуы мүмкін, кітапхана қоғамға керек емес деген сияқты осындай сұрақтар болған кездегі түпкі мағынаны аңғарып қаламын да, кітапхана әр уақытта керек. Қай заман болмасын, қандай кезең болмасын, ол кітапхана жұмысын жасайды. Соғыс кезінде де кітапхана болған. Алла сақтасын ондай қиындықтан, қасіреттен. Қиын кездің бәрінде кітапхана есік айқара ашық болған. Әдебиеттің барлығы кітапханадан бастау алған. Руханияттың барлығы кітапханадан тамырын терең жайған. Кітапхананың негізгі міндеті рухани адамдарға күш беру. Біз енді барынша Тасымсұқтағы бізде 4600-ден астам халық тұрады. Соның ішіндегі халықтың барлығы Тасымсұқта кітапхана бар екенін біледі. Біз өзіміз жиі кітап көрмелерімен ауылдарды аралаймыз. Қабанбайымыз бар, Аманбетіміз бар, Жыландымыз бар. Міндетті түрде аралап оқырмандарды өзімізге тартамыз. Оқырман тарту қазір өте қиын жұмыс. Адаммен жұмыс жасау қиындаған тұста кітапханашы одан да қиындаған кезде. Кейбір адамдар кітаптың не екенін де түсінгісі келмейді, қабылдағысы келмейді. Бірақ адам болып сыйласып, адам болып сырласып көрсеңіз, ол адамға қажетті кітабын тауып беруге тырысасыз. Бізде бір оқырманымыз келіп былтырғы жылы маған кредит туралы, кредитке батып қалған адам туралы кітап тауып беріңізші дейді. Мен айтамын, ол кітапты не істейсіз десем, соны оқиын деп едім, мен де кредит алып, кредитке батып қалдым, мен кредиттен құтылғым келеді дейді. Мен айттым, сіз кредиттен құтылу үшін бірінші кезекте біздің кітапханаға емес, бірінші кезекте жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз барып тіркеліп, я болмаса қандай себеп бар, сол себебін іздеу керексіз. Ал кітаптың ішіндегі қайғырып отырған адамды оқысаң, сен қайғыға батып кетесің. Ол адамды алға жылжытпайды. Бірінші біз мәселені шешу жолын неғылу үшін, сіз сондай бір мәселеңізді шешіп келіңіз, содан кейін мен сізге қаржылық сауаттылық туралы кітап беремін дедім. Сонымен барып, мәселесі реттелгеннен кейін бір айға жуықтаған кезде ол кісі келді. Сөйтіп қаржылық сауаттылықтың біраз кітаптарын бердім. Қазір ол кісі айтады, кітапханаға мен дейді ойладым дейді, кітап береді, сол кітапты оқимын, содан кейін мен сияқты әлемде адамдар бар екен ғой деген ой менде болады. Сонымен мәселем шешілген сияқты сезімде қаламын деп ойладым дейді. Бірақ олай емес. Бірінші кезекте бұл мәселенің шығу тарихын зерттеу керек қой. Шығу себебімен күресу керек та ол. Анықтап алу керек. Иә. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, енді қазіргі таңда болмасын, бұрынғы өткен кеңес үкіметі болмасын, қай уақытта да бұл кітапхана адамға тура жолды тауып беретін бір үлкен көмек деп айтсақ болады. Енді қазіргі уақытпен салыстырғанда, сізді енді жаңа сөзіміздің басында айтып өттік қой, сіз енді 68 мың кітапты оқыған. Дәл қазіргі уақытта біз басқа жаққа бас сұқпай ақ қояйық, өзіміздің ауданда сіз сияқты кітапқа қызығушылығы бар 68 мың болмаса да біршама кітап оқыған біздің адамдар бар ма, тұрғындарымыз ауылда? Бізде ауданымызда бар, Аллаға шүкір. Біздің Тасымсұқта былтырғы жылы грант алды осы көп кітап оқығаны үшін. Рахматулла Мардан Ханатулла Астанаға дейін барды. Негізі кітап оқитын адамдар жоқ деген ой, ол жалаң ой. Кітап оқитын адамдар көп. Бірақ олардың ортасы, өздерінің дамытатын ортасы болмай жатқан сияқты көрінеді маған. Әсер етеді ме ортасы? Мысалға, сіздің қасыңызда кітапқа құмар адамдар болатын болса, ол адам сізді де өзінің жетегіне алып кетеді, сізді де жетектеп кетеді. Маған айттық қой, Арафат туралы айтқан кезде. Арафат мені кітапханаға жетектеп алып баратын. Ол өзінің ойда, ол да кітапқа бір алыс адам емес екендігі айқында, былай қарап тұрсаң. Өзінің қатарластары
доп ойнап жүрсе де мен апарып кітапханаға тастап кетемін, ұмытпайтын. Содан кейін қайтарда сондай адамдар болды. Қазір мүгедектігі бар адамдарға әртүрлі нәрселерді оқып естіп жатамын ғой. Осы өткенде мүгедектігі бар адамдарды қорлаған адамдар туралы неше түрлі видеолар қаптап кетті. Бір айдың көлемінде сондай оқиғалар, кілең сондай оқиғаларды фейсбук бетінен де сайттардан да көрдім. Сол кезде адамдардың уақыты көп болғаннан кейін өзін жоғалтып жатқан сияқты, жоғалтып жатырған сияқты сезімде кештім да. Жалпы неге адам уақыты көп болған сайын өзін жоғалтады. Уақытың қаншалықты аз болса, санаңда мысалға өзім отырайын кейде, мына күні оқып тастауым керек қой деген сияқты жоспар қоямын. Жоспары жап, сол жоспарды аяқтағанша тыным таппаймын. Қолыма дейін не жұғады, ручка. Ручканың несі, сиясы. Бір ручканы кейде мен өзім жазып жүрген ручкаларым 2 күнге жетпейді екен. Мынандай қойын дәптерлерді ала беремін, ішіне оқығанды, көргенді жаза беремін, көрсете аламын неден де. Сондай жазып, сызып, әйтеуір уақыттың өзімді бір уақытқа қалай деп айтсам болады. Мынау Конфуцийдің сөзі бар ғой, адамға уақыт не үшін беріледі? Бақыт табу үшін беріледі, ақша табу үшін беріледі, үй салу үшін беріледі деген. Қажеттіліктен. Иә, мен бақыт табу үшін кітап оқимын. Бақыт табу үшін қолыма қалам ұстаймын, аударма жасаймын. Қоғамға өзімнің бар екенімді ескерту үшін де кітап оқимын. Ал менің алдыма келген оқырманды сол нәрсені түсіндіруге тырысамын. Бірінші, кітапханашы деген ол идеологияның идеолог деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол ақпарат беруші ғана емес, адамдарды өзіне тартушы. Ақпаратты интернеттен де ала алады, бірақ сіз сараланған ақпаратты оның қолына ұстатасыз. Кітаптағы ақпараттың бәрі сараланған, дәлелденген, дәлелі бар, авторы бар. Интернеттегі дүниенің авторы жоқ қой, көбінесе жоқ. Мысалға, Мағжан Жұмабаев туралы жазған дүниелерінің ішінде қарап отыратын болсаңыз, жылдарынан 1000 түрлі қате табыласыз. Интернетте қазіргі жастардың ең бір нәрсесі ChatGPT деген нәрсені мен жасанды интеллектіні қолдаймын да, бірақ мектеп жасындағы адамдардың қолдануына мен өте қарсымын. Себебі олардың сөйлеу несі, дағдысы бұзылады. Сөйлеу дағдысы бұзылған адам ойлау дағдысы бұзылған адам деп санаймын. Дайын нәрсеге тап болып жатыр. Тек дайын нәрсені көшіру, дайын нәрсені адам өзі ізденбесе, біз оқырманнан айырыламыз. Сондай интернеттің әлеуметтік желінің кесірінен біз оқырманнан айырамыз. Оқырман дайын нәрсеге адамның өзі жалқау жаратылыс қой. Адамның өзі жалқау жаратылыс. Дайын нәрсені ала салғанды жақсы көреді. Ешкім ақымақ жоқ шығар қазір мына заманда. Қиын нәрсені емес, жеңіл нәрсеге біз тез үйренеміз. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүргенді құп көретін адамдар көп. Сондай мектеп жасындағы адамдарды, жастарды мысалға пайдалануға тыйым салса екен деп ойлаймын. Жалпы не болмаса бір әдістемесін жасап берсе, мына нәрсені бізге қазіргі таңда педагогтар керек сияқты, сол ChatGPT-ді, нені қалай жұмыс жасау керектігін, оның ішіндегі ақпараттарды қалай сұрыптау керектігін үйрететін мамандар, педагогтар қажет деп ойлаймын қоғамға. Бұл енді қазір мектеп бағдарламасында дәл осы мәселе қамтылып жүзеге асып жатқаннан кейін, енді алдағы уақытта ғой, енді барлық уақыттың еншісінде. Енді біз жаңағы бір айтып жатырмыз ғой, сіз енді Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан дегенде, сіз енді өзіңіздің қолыңыздан келетін
нәрсемен айналысып жатырсыз. Жаңа Иә. өзіңіз айтып өттіңіз әңгіме барысында, мен кітап оқыған кезде және оны түсіну үшін параққа жазған кезде тіпті қолдарыма дейін сия тамып Иә, кетеді деп, иә. әсер етеді деп. Сонда сіз тек қана ішкі жан дүниеңіз емес, сыртқы бейнеңізде қатар бірге сол сезінеді деген сөз ғой. Иә. Енді Мәке, тағы бір сұрақ сізге. Бұл кітапты оқу жалпы қазіргі жастарға болмасын, бұрынғы өткен біздің жазушыларымызға болмасын, кітапты оқу бұл қажеттіліктен туа ма, немесе қызығушылықтан ба? Қажеттілік. 68 мың кітапты оқуыңыз қажеттіліктен туды ма, немесе қызығушылықтан ба? Ол кітапханадан алынған дүниелер. 68 мың кітап дегенде кітапханадан алынған нәрселер да. Оның ішінде газет бар, журнал бар, Брайль әліппесіндегі кітаптар жанрда. барлығы бар да. Иә. Көп адамдар тек кітап дейді, оның ішінде газет те бар, журнал да бар, оның ішінде аудио кітаптар да бар. Мысалға мен телефонда ютубтан бағдарлама көрген үшін міндетті түрде аудио кітапты қойып таңғы ноутбукқа салып, неге десеңіз, уақытты тиімді пайдалануға тырысамын. Маған бір әйтеуір уақыт жетпейтін сияқты көбіне. 24 сағаттың өзі ат сияқты көрінеді да. Бір уақытым есілге кетіп жатқан су сияқты, бір құр босқа өтіп жатқан сияқты сезімде боламын. Кейде өзіме өзім таң қаламын. Өзіме өзім сұрақ қоямын, қайда асығасың, неге сен сондайсың деген сияқты. Менде бір мойным не алғаннан кейін мен 3-4 сағат қана ұйықтай аламын, оның өзінде. Сол аралықта ұйықтағанша кітапты, аудио кітап болсын, не болмаса кітап болсын, көбінесе аудио кітаптарды, Брайль кітаптарды оқимын. Жиі негізі көзім шашып кетеді да, Брайль әліппесінде жазылған кітаптарды алып, Түркістан бар ма, Шымкент бар ма, солардан кітапханаларын алып оқимын. Біздегі Брайль әліппесіндегі кітаптардың өзі де қолымды жарақып тастайды. Саусақтарымды қарасаңыз, жарақып тастайды. Ол бірақ оқуға тұрады. Оқыған сайын ләззаттанасың, рахаттанасың. Мынау дүниеде адам өзінің рахатын, бақытын табу үшін өмір сүреді ғой. Сол өмір сүргендегі менің мақсатым ағартушылық деп ойлаймын. Енді осы тұста ұстаның заты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деп жатамыз. Иә. Енді бұл жерде бір адам өзінің артында қалатын дүниесін, мал-мүлкін бақыт деп санаса, ал біреулер өзінің артындағы еңбектерін, жазған дүниелерін, яғни ұрпақтан ұрпаққа мирас болып қалатын дүниелерді бақыт деп есептейді. Иә. Енді жаңа сіз өзіңіз сөзіңіздің барысында айтып өттіңіз, бақытқа түсінік беріп өттіңіз. Жалпы сіздің өмірге деген көзқарасыңызды бұл 68 мың кітаптан кейін тек өзіңіз ғана түсінесіз. Көзқарасыңызды өзіңіз талдай аласыз. Және осы орайда сізге өмірдегі бақыт не сіз үшін? Өмірдегі бақыт жақсы адамдар. Жақсы адамдармен кездескенім, жақсы адамдармен сұхбаттасқаным, тағдырдың теперішінде құлап қалмауым, мысалға өзіңді жоғалтпауым. Бірінші топтағы мүгедектікпен жұмыс істеу оңай деп ойлайсыз ба? Оңай емес. Менің жөргегім бар ауыстырылатын. Менің мысалға күніне 2 мәрте мен жөргек ауыстырамын. Сол жерде міндетті түрде өзімнің ауылдық кітапханада жұмыс істеуімнің себебі өзімнің қасымда жақсы адамдар, өзім танитын жеңгелерім бар, кітапханашылар, мектептің кітапханашылары. Солар көмек қолын созады. Солар жәрдемдеседі. Қасындағы меңгерушім Гүлайзим апай да өзінің қолдауын көрсетеді. Жалпы жақсы адамдарға көзәйнекпен қарамау керек та, қара очки тағып әлемге өйтіп қарамау керек. Жақсы адамдар көп, өте көп, толы. Жақсы адамдардың барында бағалауымыз қажет. Барында. Қазақта бір әдемі сөз бар ғой. Жақсының жақсылығын айт нұр тасысын дейді. Жақсылығын айту бір мақтау емес. Ол жақсылықты айта білген адамның жүрегінде тыныштық болады. Мынау қамқорлықты, жақсылықты саған міндетті болған адам жасамайды.
мүгедектігі бар адамдардың көбінде мынандай ой болады: мен мүгедектігім бар, маған барлық қоғам жақсы қарау керек, жақсы нәрсесін беру керек деген. Жоқ. Менің тағдырыма ешкім не емес, Жауапты емес. кінәлі емес. Бірінші кезекте эгоист болмау керек адам. Менмен болмау керек. Менмен болмасаңыз, бізде қазіргі таңда 2019 жылдан бастап бізде инфокөлік қызмет істеп жатыр ғой, ауданымызда. Сол қызмет істеп жатыр. Олар жүргізушілер бізді қажет жерімізге алып келеді, апарады. Оның өзі де үлкен бізге көмек болып қалды. Бұрынғы кездегі мүгедектігі бар адамдар төрт қабырғаның арасында өмір өткен. Кеңес үкіметінің кезіндегі адамдардың көбісі менің тағдырластарым. Сал ауруына шалдығып, бізде қазір Қазақстанда 740 мыңға жуық, 40 мыңнан астам мүгедектігі бар адамдар өмір сүреді. Соның ішінде өткенде ненің ТМД-ның несі арнайы статистикасын жариялады, ақпараттық агенттік. Қай ақпараттық агенттік екені есімде жоқ, бірақ сол ақпараттық агенттікте жариялап жатыр да, Қазақстан мүгедектігі бар азаматтары өмір сүру сапасы жөнінен ТМД-да екінші орында екенбіз. Жағдай жасалған. Бұл біз үшін жақсы жағдай ғой. Инфокөлігіміз жүріп тұр, әлеуметтік таксиміз жүріп тұр. Бірақ менмендік болмау керек, сыйластық болу керек. Бірінші кезекте бізге сыйластық керек. Сыйлау керек, ешкімге кінә артпау керек. Адам біреуді кінәлаған сайын кінәлі де көп болады, жексұрын да көп болады. Сен өзіңді құртасың. Біреуді жек көріп, біреуге өкпелеп, біреуден бір нәрсе күтпеу керек адам. Саған жақсылық жасады ма, саған міндетті болғаны жасаған жоқ ол адам. Саған адамгершілігін көрсетті. Адамгершілік жасаған адам айыпты емес, ол адамға тек құрмет көрсету керек. Ол құрметке ғана лайықты. Енді осы тұста мәке сізге кітап оқыған кезде сіз көбінесе өзіңіздің денсаулығыңызға байланысты кітапты өзіңіз оқисыз. Немесе қалған уақыттарда сізге аудио тыңдаған ұнайды ма, аудио мәтін тыңдаған? Аудио кітаптарды алып, айттым ғой бағанада, тыңдаған ұнайды. Неге десеңіз, оның ішінде де бірақ жазамын. Тыңдаған нәрселерімді жазамын. Тыңдаған нәрселерімді жазуға тырысамын. Енді біздің тек қана кітапханада тек бір кітап емес қой. Сіз оқыған 68 мың кітаптың барлығы сол бір кітапханадан оқығаныңыз ба? Немесе осы уақытқа дейін оқығандарыңыз бар? Қарағандыда бар, Шымкентте бар. Шымкенттегі арнайы кітапхана бар, жасөспірімдер кітапханасы бар, Абай кітапханасы бар, Әл-Фараби кітапханасы бар. Біздің өзіміздің аудандық кітапхана бар, ауылдық кітапханалар бар. Кітапханалар негізі өте көп. Түркістандағы кітапхана бар мысалға. Жалпы осы жерде айтам, дұрыс па, дұрыс емес па, мен кітапты сатып алып оқитын адаммын да. Дана апайымыздың кітап дүкені болған. Сауданыңызда. Қазір ол жерде кітап дүкені болып, егесі ауысты. Сол кісіге әр ай сайын, не сайын 30 мыңдап, 40 мыңдап кітап алатын. Бәрден артылған ақшама міндетті түрде кітап аламын. Неге десеңіз, кітап сатып алу ол мәдениеттің бір көрінісі. Үйіңді кітаппен толтырған сайын адамда бір не пайда болады. Қажет кезде, бір кітап керек болған кезде, кейде кітапханалар жабық болып қалады. Сол кезде үйіңде тұрса, сен дер кезінде соны ала аласың. Ал интернеттен де оны таба аласың. Электронды кітаптардың қазір түрі көп қой. Бірақ электронды кітаптардың көбісі оқуға маған келіңкіремейді. Мен экранға ұзақ қарасам, көзім талып кетеді да, өзімнің бірақ көзім көреді. Оны дейді, өзімді өзім қинап, бүйтіп оқығаннан маған не пайда? Одан гөрі алып келіп қойсам, үйде тұрса,
негізі мен әженің тәлімін көргенмін ғой, барлық нәрсе үйде тұру керек мен үшін. Енді бұл көбінесе аудио мәтіндерде жаңағы оқыған адам өзінің эмоциясымен оқиды. Иә, Яғни қандай мәтін беріліп тұр, сол кейіпкердің рөліне еніп оқиды. иә, Ал біз оны жай ғана тыңдаймыз. Ал кітапты оқыған кезде адам оны көз алдына жаңағы визуал дейміз ғой, жаңағы Иә, сол елестету арқылы сезініп оқимыз. Және осы тұста сіз көбінесе айтатын осы қырғыздың жаңағы ойшылы бар, Ишанал деген, сіздер Иә, білесіз, сол кісінің газетті оқуды жан серігіне айналдырған адамның қоғамның тынысын тануда жаңылған жері жоқ деп жатады. иә. Сіз осы тұста айтса кетсеңіз бізге, соңғы рет қандай газетті немесе қандай кітапты оқыдыңыз осы соңғы уақытта? Кеше ғана кімнің Хамиме Сенғарағызының Насыр Фазыловтың аудармасын, Насыр Фазыловтан аударған аудармасын оқыдым. Жалпы Насыр Фазылов өзіміздің жерлесіміз ғой, енді біздің неміз Түркістан облысында туған. Жалпы үнемі кітап оқуға тырысамын. Әрқашанда газет журналдарды біз енді кітапханашы болғаннан кейін міндетті түрде оқимыз. Ақпараттарды тігін жасауымыз керек. Картотека құюымыз керек болады бізге. Карточка құямыз. Карточка құю үшін міндетті түрде бізге қажет. Кітапханада картотека, карточка міндетті түрде. Бұл кітапхананың негізгі ақпараттық құрылымы. Сол себептен қазақ әдебиетін оқимын, жиі оқимын қазақ әдебиетін. Жаңа саны келген тұста міндетті түрде оқимын. Одан кейін осы аудандық газет Шамшырақты оқимын. Кеше ғана бізде Тасымсырау округінде әкімнің сайлауы болды. Сол сайлауға түскен үміткерлердің несін қарау үшін оқыдым. Менің ұғымымда газет өлмейді. Газет тек енді қазір ақпарат таратушылық міндетін атқарып отыр ғой. Болашақта ол ағартушылық бағытқа өтеді. Ескірмейтін мақалалар жазылады. Әлі күнге дейін ескірмейтін мақалалар бар ғой. Шерхан Мұртаза мен Смайыловтың жазған хаттары, мысалы, ол әлі күнге дейін тарих болса да өлмейтін дүние. Мәні жоғалмайтын. Сонда жалпы газет ол тарихтың бір парағы ғой. Өлмейтін, өшпейтін. Әрине, енді осы тұста сіз осы өлкеде туылғаннан кейін және қызмет қуып, өзіңіз жұмыс барысымен басқа жаққа кетпей, осы ауданымыздың төрінде жұмыс жасап жатырсыз. Иә. Енді ауданымызда қазір өзіңіз айтып жатырсыз, тек кітапхананың ішінде емес, онымен қатар сыртқы мәселені, сыртқы жағдайларды, ахуалды бірге қамтып, барлығын бақылап жүресіз. Яғни әкімнің сайлауы болсын, немесе ауданымыздағы құрылыстар, мемлекет тарапынан жасалып жатқан жұмыстар. Жалпы ауданымызда қандай өзекті мәселелер бар? Енді бізді барлығы таниды ғой, енді екінші Швейцария деп жатамыз да, жібек жолының бойынан өткен барлық жолаушылардың барлығы көріп, табиғатымызды қызығып жатады. Бірақ енді оның қандай мәселесі бар, қандай, былайша айтқанда, минустары бар дейміз ғой. Біздің ауданымыздың тек сыртқы бейнесі әдемі болған бұл көрінгенмен, ішкі мәселені бұл тек ауданымыздың тұрғындары ғана біледі. Сіз енді тек бұл кітапханашы ретінде емес, сізді кәсіби аудармашы ретінде емес, сізді тек аудан тұрғыны ретінде сұрағымыз болсын, ауданымызда қандай өзекті мәселелер бар? Тек материалдық емес, өзіңіздің басқа тұрғыдан алып қарағанда. Енді үнемі осы сұрақ қойған кезде мен арманымды айтамын. Бізде мәдениет ошақтарының саны артса деп армандаймын. Неге десеңіз, спорт кешендері, жастарға арналған орталықтар ашылса жаңадан. Бізде ауданымызда бірнеше ауылда мәдениет нысандары жоқ. Мәдениет үйлері жоқ. Сол мәдениет үйлерінің жоқ, мәдениет үйі жоқ ауылдың бірі біздің Тасымсыр. Енді қиын кезеңде сондай жағдай орын алған. Енді мен оны былай қалай болды, қалай болмады білмеймін, бірақ бізге Тасымсырда мәдениет үйі қазіргі таңда керек. Халық
саны өсіп тұр. Жалпы 4 ауыл отырмыз. Сол ауылға не деу керек? Шұқырлаққа керек. Сондай мәдениет нысандары көбірек салынса, бірінші кезекте әлеуметтік мәселелердің дені шешімі табылған ғой. Су бізде бар, Құдайға шүкір. Газ 100% қамтылған ауданымыз. Табиғи ресурстар барлығы бәрі бар. Енді тек бізге сондай мәдениет нысандары болса, жаңа мектептер салынса, енді тағы қандай нәрсе айтсам болады? Басқа дүниелердің бәрінде әр саланың маманы айтқанын дұрыс деп ойлаймын. Мен енді мәдениет саласының маманы болғаннан кейін өзіміздің жырымызды айтамыз. Ал өзім білмейтін саланың мүгедектігі бар азаматтарға қатысты мәселелерге келетін болсақ, бізде Аллаға шүкір 2024 жылдан бері кен болған ашылды. Кен болған қазір жұмыс істеп тұр. Ол мекемеде өзінің 2020 жылы, 21 жылы, 2019 жылы, 2020 жылдан бастап 2019-ның біз қарашасында кездесу болған Түркістан облысында. Сол кезде осы біздің ауданымыздың тұрғыны болған Назира Керімқұлова апайымыз осы кен болған ашу мәселесін алғаш рет көтерген болатын. Облысымызда ашылса, бізде де ашылса деген ниетпен. Арада 4 жыл өтіп, бізде ашылды. Және де мүгедектігі бар азаматтарға қатысты, жалпы ауданға қатысты емес, неге қатысты айтатын болсақ, бізде қазіргі таңда инвакөліктер жұмыс істеп тұр. Сол инвакөліктің сапасы артса, көбейсе, халық саны артып жатыр. Соны қалаймын. Әрі бала мүгедектігі бар азаматтардың құжаттарын рәсімдеу жағында қиындықтар азайса, құжат жағынан әлі күнге дейін көп адамдар жазады. Мүгедектігі бар азаматтардың, осы Түркібас ауданы әкімінің мүгедектігі бар азаматтар мәселелер жөніндегі кеңесшісімін ғой. Маған жиі жазады осындай. Мен балам аққан еді, осы балам ем алып неғқан кезде енді 30 сәт өтеді, жазылғаннан кейін мүгедектігін алып тастайды. Ал ол бала жүріп тұрғанымен бірақ толыққанды сауықпағаны көрініп тұрады да. Ал дәрігерлер дінде өзінің несі бар ғой, критерийлері бар тағайындау жүреді. Сол жағынан мәселелер туындап жиі маған хат жазады. Бәріне жауап беремін, бәріне толыққанды заң аясында жауап беруге тырысамын. Заң жіберемін, мына заң бойынша, осы заң бойынша жүрмесіз. Ешкімді айтады, сіз келіп тіктен өткізіп беріңіз деген сияқты өтініштерін айтады. Мен айтамын, жоқ, мен бара алмаймын. Неге десеңіз, ол сіздің мәселеңіз. Мен өзімнің өгей адамның мәселесін таба салмаймын. Оны заңның мал, мынау басшысы хабарласасыз, осыған хат жазасыз, өтінішпен жүгінесіз. Тек жол көрсетемін. Көп адамдар бірақ оны дұрыс түсінбей жатады. Айтады, сен неге келмейсің? Мен айтамын, маған ол кеңесшіліктен ақша төлемейді. Мен тек әкіммен кездесу ұйымдастырамыз, 4 айда бір. Сол кездесуімізді 90-да бір кездесу ұйымдастыру және де мәселелері бар азаматтар сол кездесуге қатысып, мәселелерін айтып, мен дәнекер болсам болды, себепші болсам. Осы күнге дейін көп адамдар сондай мәселелерін айтады да, артынша мен айтамын, мынандай болады. Кейбір 3-4 мүгедектігі бар адам, мысалы талма ауруымен ауыратын кісілер бізге санатория берілмей жатыр дейді. Мен айтамын, ол санатория берілмейді сізге. Неге десеңіз, сізде талма ауруы бар, сол себептен сізге берілмейді десем, неге берілмейді, ертең бәрі барып жатыр дейді да. Сіздің диагнозыңыздағы аурумен, сіздің ауруыңызбен сізді қабылдамайды десем, айтады, неге мені қабылдамайды, сен неге өзіңнің қызметіңді дұрыс атқармайсың деген сияқты сын пікірлер айтып жатыр. Сол кезде мен таң қалып қаламын. Біздің
бірінші кезекте мүгедектерді оқытатын енді болашақта сондай бір бағдарламалар жобалар іске асса екен деймін да, осындай құқықтық жағынан оқытса үйретсе. Біреулерге алданып қалып жататын мүгедектігі бар адамдар бар, олар да айтып жататын мәселелерін. Мен айтам, сіз неге алданасыз? Ол адамды білмейді да көрмейді да, бірақ алданып қалып жатады. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Иә. Бес саусақ бірдей емес. Енді жаңағы сіздің айтып жатқан мәселенің барлығы бұл жаңағы біздің Фейсбукқа қайтадан тіреледі ғой. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, сіз тек қана шымшық сойса да қасап сойсын деген сөз бар ғой. Біз енді ауданымызда болсын қандай өзекті мәселелер, сіз тек өзіңізге ғана қатысты мәселе туралы сөз қозғап отырсыз. Енді біз білесіз, таудың бөктерінде орналасқан ауданбыз. Жаңа өзіңіз айтқандай біздің ауданымыздағы барлық ауылдар және шеткі аймақтардың барлығы сумен, газбен, жалпылама айтқанда табиғи ресурстармен қамтамасыз етілген. Енді дені сау адамның өзіне дені саулығын сақтап қалу үшін арнайы критерийлер бар ғой. Салауатты өмір салты, жақсы тамақтану деген сияқты. Енді сіз қандай спортпен шұғылданасыз? Енді бұлай кітапты оқи беру үшін де, бұлай көңіл күймен жүру үшін де бір айналысатын сала болу керек пе? Енді спорт дегенде енді жүгіре алмаймын. Ол анық. Шахмат болуы мүмкін, шашка болуы мүмкін. Сондай қолмен жұмыс істейтін нелер болмаса, оның өзінде де шашылып қалады көбінесе. Мен әлі күнге дейін ешкімді ұтып көрмегенмін. Ал анау ұратынды мен ойнай алмадым. Теннис емес, анау ұрады ғой дейді. Нарды ма? Жоқ. Таяқпен бүйтіп ұрады ғой. Гольф па? Иә, мен ойнай алмадым. Мен ұрған адамдардың басқа дейді. Енді бұл жалпылама айтқанда бұл барлығы жағдайға байланысты ғой. Жағдайға байланысты. Енді сіз өзіңіздің сұхбаттарыңызда болсын барлық жерде қоғамдағы мейірім мен сыйластық арқылы бұл тең қоғам орнайды деген пікіріңізді жиі айтасыз. Енді осы тұста жалпы ерекше қажеттілігі бар жандарға, адамдарға қоғамның көзқарасы қандай? Қоғамда көзқарас әрдей бар. Біреуі адам деп қарайды, біреуі масыл деп қарайды, біреуі қош соларды дейді. Негізі әртүрлі адамдар бар ғой. Адам көбейген сайын мәселе көбейеді. Ал мәселе ерекше қажеттілігің болған кезде одан бетер артады, күрделенеді. Негізі өмірді күрделендіретін өзіміз адамдар. Кейде оңайлататын да өзіміз, жеңілдететін де, ауырлататын да өзіміз. Неге десеңіз, біз қазір өте сөз көтере алмайтын болғанбыз. Күте алмаймыз, асығыспыз. Мүгедектігі бар адамдарды көп жерде біз кезекте тұрған кезде де адамдар дұрыс қабылдамай жатады. Айтады, менің балам бар, сіздер тұра бересіздер. Бізді уақыт көп адам деп ойлайды. Сол жағынан сондай нелер пайда болып қалады. Мен ренжімеуге тырысамын, өкпелемеуге тырысамын. Неге десеңіз, бағана да айттым ғой, өкпе арқылы сіз қасыңыздағы ортаны бұзасыз. Өкпелеп өмір сүре алмайсың, ренжіп өмір сүре алмайсың. Мүгедектігі бар адам деген ол біздің денсаулығымызға берілген баға ғана да. Ал тұлғалық қасиетіміз, рухани қасиетіміз, өмір сүру жағдайымыз ол мүгедектікке тәуелді болмау керек деп ойлаймын. Мүгедектік деген ол медициналық анықтама. Медициналық тұрғыдан біздің жағдайымыз, жай-күйіміз. Енді осы тұста жалпылама айтқан кезде біздің ерекше қажеттілігі бар жандарға біздің осы ауданымызда немесе басқа өңірлерде болсын, ауруханаларда немесе тағы басқа арнайы мемлекеттік орындарда қандай қызмет жасайды сіздерге? Енді олар көбінесе кіреберістің өзінде бағанға ілініп тұрады ғой. Арнайы мүгедектерге мысалы жеңілдіктер бар деген сияқты. Енді дәрігерлер келеді, үйден қызмет алады, қанымызды алып кетеді. Әлеуметтік маман бар. Әлеуметтік маман аптасына 2 мәрте қызмет көрсетеді. 8 сағат аптасына бөлінген.
сол қызметін атқарады. Менің әлеуметтік маманым Ангеев Алмагүл, ол кісі өзінің қызметін толыққанды атқарып жүр. Фейсбуктан көріп тұрамыз ғой, алғыс айтып суреттермен бірге салып жатқаныңызды. Енді жақсылықты көруге тырысамын. Негізі жылы сөз айтып, олардың да жұмысы оңай емес. Былай қарап тұрсаңыз, жұмыстың оңайы жоқ қой. Оның жұмысын қиындатып, оған сен ананы істей қоймадың, сен мынаны істей қоймадың деп талапты шектен тыс асыра берсең де жақсы емес. Иә, мен қаталдаумын, жақсы мінезім бір жайма шуақ жайдар деп айта алмаймын, бірақ кез келгенде жақсы нәрсені айта аламын, жақсылық рахметін айта алатындай дәрежеге жеттім. Бұрын айта алмайтынмын, қазір айта аламын. Әрине, енді жақсылықты көре білген көз қымбат дейміз ғой. Иә. Енді арнайы осы әлеуметтік желіден жаңағы айтқандай сіздің барлық тұлғаларға немесе өзіңіздің жаңағыдай бұрында кездескен жолыңыз тоғысқан адамдарға алғыс айтып жатасыз. Иә. Енді осы тұста жалпы сіздің ауданыңыздағы қандай сізге жасалған қызметтерге ерекше баға бересіз? Осы мемлекеттік орындардан. Мемлекеттік орындардан енді өмірімнің бәрі ауруханамен шектеседі. Ауруханаға алғысымды айтамын. Ауруханада біздегі дәрігерлеріміз өте жақсы, шамасы келгенше қолдайды. Жас кешудің амбулаториясының дәрігері, жалпы тәжірибелік дәрігер Пушкинова Сәуле апайымыз үнемі келіп хабар алып тұрады. Мен енді бізде ауданымызда 1996 мен 2000 жыл аралығында туған мүгедектігі бар сал ауруымен туған балалардың бәрінің бір әкесі бар. Біздің өкіл әкеміз Аббасов Мұстафа, сол кісіге алғысымды айтқым келеді. Осылай алдыңызға аяқ басып келгенім бірінші Алланың ата-анамның сол кісінің арқасы. Және барынша қолдап жүрген дәрігерлер, басшылар, осы аурухананың басшылығына алғысымды айтамын. Әрі өзімнің әріптестерім, кітапханашыларға алғысымды айтамын. Осы орталықтан кітапханалар жүйесін басқарып отырған Мекенбаева Хамар, Кенжебаева Хамар Мекенбайқызына алғысымды айтқым келеді. Яғни бұл алғыс айту, біреуге жақсылық жасау және оның қайтарымын сұрамау, бұл адамның арына байланысты. Иә. Бұл қазақтың маңдайына біткен біздің Көкшетау поэмасын жазған. Иә. Жалпы осы біздің Сәкен Сейфуллиннің адамның ары мен беделін бұл биіктететін білім деген керемет сөзі бар. Иә. Сіз осыған қалай көз қарасыңыз? Осы пікірге? Сәкен Сейфуллиннің ойы өте орынды, ойлы, ойландырады. Адамның беделін биіктететін оның кең пейілділігі, тазалығы, рухани тазалығы, өтірік айтпауы, шындыққа тура қарай алуы, көрінген нәрсеге басы суға бермеуі. Мен негізі сондай адаммын, даудан, мәселеден алшақ жүруге тырысамын. Біреу бүйтіп сұққылап жаныма тимесе, анау дауда мен көріне бермеймін. Ал көрінген жерде өзін көрсетуге ұмтылу, көрінген жерде өзім мен бармын, мен деген нәрсенің жақсылыққа апармайтыны дауыс. Біз деген нәрсе ол жақсы нәрсе. Көппен бірге көресің, көппен бірге биікке шығасың, көппен бірге өсесің, көппен бірге тойлайсың. Көппен көрген ұлы той дейміз. Иә. Көпшілік бәрібір сені тәрбиелейді, көпшілік сені жетілдіреді, қолдайтын да көпшілік. Бар қылатын да, жоқ қылатын да халық. Халықтан ешкім биік емес. Осы өте жақсы айтып тұрсыз. Беделді өзің үшін жиясың, өзің үшін бағана айттым ғой. Әрқашан мен бір нәрсеге алғысымды айтамын. Алла мен осы жаратқан үшін,
Алланың жаратылған нәрсесі беделді де, бақты да, тақты да Алла береді. Алладан ешкім істеуге болмайды. Қиындықты да береді, бірақ қиындықта шығатын жолы да өзі тауып береді. Енді Сүріндіреді, жаңылдырады, бірақ тура жолға өзі салады. жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейміз ғой. Иә. Енді бұл өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Енді осы өзіңіз сүріп жатқан ортада арнайы бұл қандай мәселе болмасын халықпен көреміз деп жатырмыз ғой, жаңағыдай халықпен бірге көреміз. Енді таудан биік болсақ та халықтан биік емеспіз деген керемет сөздер де бар ғой. Иә. Енді осы өзіңіздің қазіргі таңда сүріп жатқан өміріңізді өзіңіз ғана көрініс тауып, өзіңіз ғана сомдап жатырсыз өз өміріңізді. Иә. Жалпы айналада өзіңіздің өміріңізде жақсылық көп пе, жамандық көп пе? Жақсылық көп, жақсылық көп. Аллаға шүкір, жақсы адамдар көп. Жақсылықты көрген сайын сенің иманаң тасады, көңілің асады, рухың тылсады, ізденесің, ойланасың. Өткенде кімнің Анна Герман деген поляктың белгілі әншісі, бізде Анна Германды Тараздың тумасы деп білемін негізінен. Ол кісі Самарқанда туса да Таразда өмір сүрген екен. Жалпы сол кісінің бір сөзі бар. Жігерге жүрек керек. Жүрексіз адам жігерлі бола алмайды. Жақсы адамдар көп, ақ түс менің өмірімде өте көп. Аллаға шүкірін ұмытпағанға шаттық көп деп Қараша оғлан бекер айтпаған түріктің шайыры. Билікпен мен ешқашан не алған емеспін. Өзімді бір жетістікке жетсем, мен биікпін, ешқашан билікке қысқан емеспін, атаққа жасқан емеспін. Атақ маған бір атақ алған сайын, медаль таққан сайын, марапат берген сайын ауыртпалық та. Адамдар кейбіреулер қуанады, олар біреулер атақ алсам екен, марапат алсам екен деп талпынып жатады ғой. Менде ондай бір талпыныс, білмеймін, мендегі талпыныс, менде тыныш өмір қалайды да. Тыныш өмір сүрсем, қарапайым, иә, тыныш өмір сүрсем, біреуге бақталас болуым келмейді, біреумен тақталасым келмейді. Неге десеңіз, бақталастың да, тақталастың да соңы жақсылық емес. Неге десеңіз, сіз жек көретін адамдар, жек көретін адам болады. Жек көретін адамның қолынан кез келген жамандық келеді. Мен өмірді анандай сүргім келеді да. Кітапханашылыққа келуімнің де себебі сол ғой. Неге десеңіз, алдыңғы жылдары Республика партиясынан, басқа партиялардан хабарласып, мынаған келіңіз деп жатты. Облыстық мүгедектер несінен әкімнің кеңесшілігіне келесіз бе деп ұсыныс жасады. Ерлан Әдиев Қызмет бабы. Иә, Ерлан Әдиев ағамыз не қылды. Қарағандыда қызметке шақырды біраз адамдар. Алматыға шақырды, Астанаға шақырды, Таразға шақырды. Бірақ анам мен әкем былай қарай айтқан кезде мен ата-анам үлкен кісілер болғандықтан жасы келгеннен кейін айттым, біз ол жаққа бара алмаймыз, және де сенің деген денсаулығыңа ол жақ бірден икемделіп үйреніп кете аласың ба, сол себептен осы жерде отырған дұрыс, дарақ бір жерден көгереді, осы жерде отыр деп сондай кеңес берді. Сонымен осы жерде қалдым. Дұрыс айтқан, және де бір сөзді қосып кеткім келеді осы ойға. Ришат Нұрбек Текиннің беделге бақытсыз ұмтылады. Рахмет сізге мәке. Енді батырлар мен ақындар туған дейміз, шешендер мен көсемдер туған деп сырттан бізге ерекше баға беріліп жатыр. Иә. Енді болар елдің балалары бірін-бірі батыр дейді деп арнайы осы біздің студиямызға келіп ерекше сұхбат беріп, енді біз сұхбаттың басында сізді тек қана нақты таныстыру бойынша сізді кітапханашы деп таныстырдық. Ал осы сұхбаттан кейін сізді осы біздің дүниеден өткен мархабат аталарымыздың және Мекем Тастай біздің тұлғаларымыздың ізін басып келе жатқан бір ерекше тұлға ретінде танып жатырмыз. Енді жасында байқары бардың
қартайғанда айтары бар дейміз. Сізге де Құдай қаласа осы кісілердің жолын берсін. Енді құрметті көрермендер, бізге арнайы студиямызға келген ең алғашқы қонағымыз тағы да бір таныстырып өтсек, Тофанбай Мейірхан Мейрамбекұлы, кәсіби аудармашы және осы біздің ауданымыздың бетке тұтар кітапханашысы. Сізге көп рахмет. Құдай қаласа келесі жолда ерекше жаңалықтармен күтеміз.